жаңағы есік қағып, Осман пайғамбардың сахабасы Алла разы болсын, сол кісі кіріп рұқсат сұрағанда пайғамбарымыз орнынан тұрып, киімін түзеп, жаңағы жинақталған екен. Кейіннен әңгімелесіп болып біткеннен, шаруалар біткеннен кейін олар кетіп қалады. Сонда Айша анамыз сұрайды: Алланың елшісі, сіз Хазіреті Әбу Бәкір келгенде де, Хазіреті Омар келгенде де, Алла разы болсын, сол кісілер келгенде ешқандай қимылдамадыңыз. Ал Хазіреті Осман келген кезде неге өзіңіздің бойыңызды түзедіңіз деп айтқан екен. Сонда пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, айтқан екен: одан періштелерді өзі ұялады. Мен періштелер ұялатын адамнан қалайша ұялмаймын, мен қалай ыңғайсызданбаймын деп айтқан екен. Көрдіңіз бе? Сонда жаңағы ол кісі қатты сондай әдепті болғаннан кейін, ұялшақ да болғаннан кейін, ол кісі пайғамбар қатты сыйлаған екен. Изалам тастахи тасна ма шитта. Расында алғашқы пайғамбарлардан адамдарға белгілі болғаны дейді, былай екен: егер ұялмасаң, қалағанын істе делінген сөз дейді Имам Бұхари. Яғни пайғамбарлардан қалған, алғашқы пайғамбарлардан қалған іс, егер ұялмайтын болсаң, онда білгенді істе деген сөз екен. Бірде Алла елшісі, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, сахабаларына қарап айтқан екен: Алладан шынайы түрде ұялыңдар деп айтқан екен. Сонда пайғамбардың сахабалары: біз Аллаға шүкір, біз мұсылманбыз ғой, Аллаға мақтау болсын. Біз енді Алладан шынында да ұяламыз ғой деп айтқанда, пайғамбарымыз олардың жай сезім жүзінде ғана ұялғанын түсініп айтқан екен: менің айтып тұрғаным бұл емес, Алладан шынайы түрде ұялу басында және оны қамтыған мүшелер күнәден сақтау, қарнını және оны қамтыған нәрселерден қарнынан сақтау, өлімді және оның тәнін топыраққа айналарын үнемі еске алу. Ал кім ақыретті қаласа, дүниенің өткенше сән салтанатына алданып қалмайды. Кім осы айтылғандардың бәрін орындаса, міне сол адам Алладан шынайы түрде ұялған болады деп түсіндірді Имам Тирмизи.